Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Мынау Тоқаев кеше бір қатынға сұхбат беріпті. Сонда айтыпты. Біз Қытаймен қарым-қатынасты үзбейміз. Қытайға қарсы ереуіл өткізіп жатқандар батыстың жаңағы ұйымдарынан қаржы алады, олар сол мақсаттарын өткізіп жатыр. Кім қаржы алыпты? Дәлелдеші. Кім қаржы алыпты? Сен тіркемей қойған ұйымдар ғой. Ал өткізіп жатқан адамдар кім? Анау Қытайдың елшілігінің алдында міне 300 күн ереуіл өткізген Қалида Ақытқан деген сенің туған жеңгең, күйеуі туған ағаң есебінде, сеніңмен рулас әуелі. Сол Қалида Ақытқанның 3 ұлы, 3 келіні қамалды, 14 немересі жоқ, ізім қайым жоқ. Ана 3 үйге жаңа Қытайдың жаңа айқасма таңбасы басылған, қағазды есігіне жапсырып тастаған, айқастырып тұрып, печаттап тұрып, жауып тастаған. Сол ма Америкадан қаржы алған Қалида Ақытқан бекен сонда ереуіл өткізуге? Әр жолы миллион штраф саласың. Жалынып жалпайып елге алақан жайып төлейміз біз. Жігіттер төлейді. Ел жұрт біз арқылы береді, немесе тіке есеп шотын береміз, тіке береді. Кореяда чошқа сойып жүрген қазақ жігіттері төлейді ақшасын. Сол ма шетелден ақша алып жатқан? Қай бетіңмен айттың сол сөзді? Шетелден қаржы алғандар Қытайға қарсы ереуіл өткізеді деп. Туған інісі, туған ағалар қамалмаса, Құдай қосқан қосағы қамалмаса, солар сөйтіп алдында ереуіл өткізе ма? Осының барлығы айналып келгенде сұмырайлық. Осының бәрін бүкіл жер әлем біліп отырған нәрсені мойындамау, айтпау, айналып келгенде сұмырайлық. Сұмырайлықтан басқа түк те емес. Соны білмеу. Сен Қытаймен одақ болсаң, барып Қытайға айтып, сол Қалида Ақытқан апаның 3 ұл, 3 келінін, 14 немересін Қазақстанға жіберткізбейсің ба? Кем дегенде қамаудан босатпайсың ба? Кәдімгі қара жұмысшы, кәдімгі кірпіш құйып, егін егіп, жанын әзер асырап жүрген қара жұмысшылар екен. Топырақтан кірпіш құяды екен, оны елге сатады екен. Не саясатыңда, не анау-мынауыңда, дініңде еш қатысы жоқ адамдар екен. Қарапайым ауылдың ең қарапайым, ең төменжіктегі адамдар. Соны Қытай қамап отыр. Анау шашал десе басалатын Чинчангоның заманында қамады. Енді сен дипломат болсаң, сол қазақтарды босатпайсың ба? Бәріміз сені мақтайтын едік қой. Ойбай, Тоқаевтың арқасында қазақ түрмеден босады дейтін едік қой. Жоқ, қолыңнан демейді. Ши Цзиньпинға сөзің өтпейді. Бетің жүзің қызармай отырып, Қытайдағы қазақтардың жағдайы жақсы, Қазақстанда Қытайға қарсы шепке айналдырғызбаймыз. Шетелден қаржы алатындар Қытайға қарсы ереуіл өткізеді. Міне, адамнан әділдік кетсе, бетінен ар кетсе, жүректен турашылдық, шыншылдық кетсе, тура осындай сөзді айтады. Бүкіл жер шары біліп отырған Қытайдың қазақ, ұйғыр, қырғыздарға қаратқан осы фашистік концлагерін бүкіл жер шары көріп біліп, мойындап, оны геноцид деп отыр, жалғыз Тоқаев білмейді. Енді осындай адамнан, ескертусіз қалқына оқ атыңдар дейтін адамнан не ақиқат күтесіңдер? Ескертусіз оқ атыңдар деді. Бейгүнә халықты қырып салды. Неге қырды? Үрей тудыру үшін, сені бағындыру үшін, қазақты өстіп үреймен, өліммен қорқытып, басқарып отыру үшін сөйтті. Қазаққа оқ атқанның бәрі кім? Сол КМБ-нің, ұлттық қауіпсіздіктің жендеттері. Анау видеолар тұр. Форма киген полицейлердің қасында формасыздар кәдімгі пулемет көтеріп шауып жүр. Полицейлермен бірге. Кімдер олар? Формасын шешіп тастаған полицей. Онсыз да ұлттық қауіпсіздік қашан форма киюші еді Қазақстанда? Бәрі формасыз жүреді ғой. Міне, соларға қару берді. Енді кеп жайғалықтың үйінен өтіріктен қару тауып ап, өтіріктен есірткі тауып ап, енді кеп тағы бір біз өмір атын естімеген бір діни ұйымды террорист қылып шығарады екен. Ал ол діни ұйым Қырғызстанда көбірек екен, сондықтан Қырғыздың азаматтарына көбірек жәбір көрсетіп, қырғыздарды жаппай ұстап еді. Сөйтсе ол бір Қырғызстанда танымал әнші болып шығып, одан бүкіл қырғыз өре түрегеліп, әншісін құтқарды. Оны террорист деп мойындатып қойған. Масқара ғой. Тағы бір қырғыздың азаматтарын шекарада ұстап алып, шекарадан ұстап алып, әпкеп Алматыдан террорист қылып қойған. Ақыры ол да анықталып, ол да масқара болды міне қазақтардың сұрқиялығы. Неге? Анау бір өздерінде жоспар бар.
сенушілердің көбі Қырғызстанда болатын, біз өмір естімеген бір ұйымды сөйтіп ендіген албаты Қазақстанда өмірі ел естімеген, көрмеген бір діни ұйымды радикалист қылып шығарады екен. Қастарыңда жүр ғой, қастарыңда жүр ғой, секта керек десіңдер, қастарыңда жүр ғой секта. Сектаның бәріне қаржы беріп, күшейтіп, қаржыландырған өздеріңсіңдер ғой. Оларға шаң жуытпайды. Міне Тоқаевтың істеп жатқан тірлігі осы. Одан енді үміт күтіп, сеніп, аңқау болып отырған сорлы қазағымның жағдайы осы. Ащы шындық осы, ештеңе өзгерген жоқ. Тоқаевың сол Тоқаев. Енді өтіріктен Қытайдың дамуы өте жоғары, біз Қытаймен байланыс түзбейміз, Қытай көршіміз деп жатыр. Ол Қытайға берген тәтті кәмпит. Себебі Путин Қазақстанды басы бүтін жаулап алды. Енді Қытай наразы болып жатыр Путинға. Біз анау 6 Қытай диаспорасы ұйымын құрып, Бәленбай Конфуций институтын құрып, Түгенбай ақша беріп, Түгенбай депутат министрді сатып алып 30 жыл Түгенбай ақша шаштық. Қазақстанда біздің де мүддеміз жатыр деді. Сонымен Путин айтты, табай, алдайса шана Қытайларды деді. Не? Бар болғаны осы. Сондықтан қалың елім қазағым, мынау саясаттың арамзалығын біл, сұрқиялығын біл, ештеңе өзгермегенін біл, Назарбаевтық режим өз орында тұрғанын біл. Талдықорғанда Назарбаевтың мүсінін құлатуға қатысқан жігітті соттап жатыр. Ол кек алу. Ол кек алу. Ол Назарбаев кек алып жатыр. Назарбаевтың міне бірде-бір әулеті қамалған жоқ, тұтқындалған жоқ, сотталған жоқ. Бар болғаны, олар 30 жыл бойы ұрдаған ақшадарының бір 10 жылдық ұрдаған ақшасын бөлісті Тоқаевпен, Путинмен. Ұшып барды Путинге. Давай, менің Швейцарияда міне 1 триллион ақшам бар, сен ал, маған тиіспе деді. Путин, ладно деді. Сосын Путин айтты, маған еще керек болса айтам ғой десе, айтсаңыз болды ғой, деді. Сонымен отыр бәрі. Назарбаев та отыр, кландар да отыр. Анау Назарбаевтың әулетіне тиіскізбеу туралы заңды күшінен қалдырды. Назарбаевты Нұр Отанның төрағалығынан алды. Назарбаевты битті. Оның бәрі показуха. Келісті оның кландары. Путиннің аузына тықты ақшадарын, триллиондап тықты. Міне, бұрын Назарбаев жалғыз өзі қан ішсе, енді Путин қосылып ішіп жатыр. Ештеңе өзгерген жоқ. Керісінше қан ішердің саны көбейді. Ал соған сеніп отырған қалың қазақ айтатыным, осы сөзімізді таратыңыз, қиып таратыңыз, кесіп таратыңыз, аудиомен таратыңыз, WhatsApp'та таратыңыз, Telegram, Instagram'да таратыңыз, үнсіз қалмаңыз. Телеарнадағы қалың үгіт насихатқа сеніп, Тоқаев жарылқайды екен деп отырған момын сорлы қазағыма осы ақиқатты ащы шындықты жеткізіңіздер. Басқа айтарым жоқ.